Бір бастаймыз. Қайырлы күн, достар. Біздер бүгін, яғни кезекті 7-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз біздерде, яғни осы күнделікті қолданылып жүрген өмірде кеңінен қолданылған элементтердің бірі, оны біздер байқамауымыз мүмкін. Мысалға, магнитофонда дауысын шығаруда, машинадағы мысалға өзімізді жаңағыдай жылуды қосамыз, жылуды азайтамыз, немесе жаңағыдай дауыстарды шығарып қолданылатын элементтердің бірі, яғни тек 270 градусқа айналатын, ол потенциометр деп аталады. Яғни мен ардуиномда кішкене кішірейте тұрайын, макеттік болатынды алайын. Қазір потенциометр жайлы түсіндіремін. Потенциометрімізді орнатайық. Так, потенциометр. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, потенциометрдің 3 контактісі бар. Яғни екі шеткі контакты және ортасындағы. Жалпы потенциометр дегеніміз ол дейтін мына кедергімен бірдей. Мына кедергі мысалға дәл қазіргі сәтте 1 килоом болса, менде потенциометрім, мысалы мұнда потенциометр 250 килоом. Яғни бұдан нені түсінуге болады? Потенциометр дегеніміз ол 0-ден бастап 250 мың омға дейінгі аралықта кедергіні бере алатын айнымалы кедергі деп айтуға болады. Ал мына өткен сабақтарда қолданып жүрген жарық диодқа және батырмаға қосқан кедергіміз олар тұрақты кедергі. Яғни 220 ма 220, 1 килоом ба 1 килоом деп. Мынада біздер түрлендіре аламыз. Оның түрлендіруі, яғни мына ортада сигналды арқылы ол ардуиномен байланысады. Түрлендіруде біздер мысалы солдан оңға қарай немесе оңнан солға қарай бұрағанда өзімізге қажетті кедергіні алуға болады. Енді мысалға осы радио компоненттерді сататын дүкендерге барып өзіңізге потенциометр қажет болған жағдайда сізден сұрайды, қанша омдық потенциометр қажет деп. Жалпы біз қолданып жүрген ардуино жинақтардың ішінде көбіне 10 килоом немесе 100 килоом. Ол дегеніміз, оны қайдан түсінесіздер? Шынайы потенциометрде мынандай осы айналатын жағының жоғарында ақ әріппен B, мысалы 10К деп жазылып тұрады. Ол деген сөз, бұл потенциометр 10 мың омдық резисторға дейін түрлендіруге болады. Яғни 0-ден 10 мың омға дейінгі деген сияқты. Сондықтан да біздерде мынаны ардуино жинақтың ең көп кішінде кездесетін бойынша алайық, түрлендіріп қояйық. 10 килоомдық деп. Сонымен түсінгендегімізде бізде потенциометріміз ол дейтін айнымалы кедергі. Енді мына күнделікті қолданып жүрген өткен сабаққа осыған дейін қолданған кедергімізде біз білеміз, ода полярность жоқ. Яғни полярный жоқ деген сөз, кез келген жағын айналдырып қоса беруге болады. Егер де бір полярность болатын болса, мысалға міндетті түрде алтын түстес золотистый линиясымен тұрғандағы сол міндетті жарық диод жақта тұру керек деген сияқты бір ережелер болса, онда ол полярный бар деген сөз. Онда полярность жоқ. Яғни мұны біздер резисторды осы қалыпта қосуға, немесе оны мысалға айналдырып кері бағытқа қосқанда да ештеңе өзгермейді. Тап сол сияқты, енді мен резисторымды алып тастайын. Тап сол сияқты, мына потенциометріміздің де 3 аяғы бар. Бірінші, клемма 1, клемма 2 и ортада сигнал. Екі жағындағы біздерде, яғни потенциометрге қуат беру, орысша айтқанда питание беру, қуат беру. Оның бірақ қай жағын плюс, қай жағын минус етіп аласыздар, өздеріңіз білесіздер. Тек мынада айырмашылық мынада болады. Егер де бірінші тұрған клемманы минус беріп, үшінші тұрған клемманы плюс берсеңіз, ардуиноға сигнал бергенде минус жағы 0 болады, ал енді плюс тұрған жағы максимально 1023 болады. Қазір 1023 не екенін түсіндіремін. Ал ортасы сигнал. Сонымен потенциометрді мен жалғайын. Так, қара түсті провод. Мен дейтін жендейімді алайын. Оны макеттік платадағы минусқа қосайын. Келесі. Қызыл проводпен макеттік платаға 5 вольтты қосып қояйын. Сонымен потенциометрінің мен сол жағын, өзіме қарап тұрған сол жағын минусқа қосам. Так, енді оң жақ шеткісін 5 вольтқа қосайын. Мен плюс және минусты потенциометрге қосып алдым. Енді ортада тұрған сигналды аналогтық портқа қосамыз. Мен дейтін оны A0-ге қосайын.
Енді аналогты порттарға қосқанда ол қалай жұмыс жасайды? Яғни аналогтық порттарға қосылу деген сөз, потенциометр өзіндегі, біз потенциометрді айналдырғанда кедергіні өзгертеміз. Ол өзіндегі кедергіні аналогтық портқа қандай сигнал күйінде Arduino қабылдайды. Так, менің жазатыным қайда кетіп қалды? Жазатыным қалам. Яғни мына біз потенциометрді бұрағанда, так, енді қайсысы? Қызыл керек та. Мінекей, потенциометрді бұрағанда сигнал менде былайынан жүріп келіп, Arduinoға келіп кіреді. Сол кезде кіргенде Arduino сигналды 0 мен 1023-тің арасында қарастырады. Яғни біз потенциометрді минус жаққа толық бұрап тастаған жағдайда оның мәні 0 деген мәнді Arduinoға жібереді. Егер біз потенциометрді максимально бұрайтын болсақ, ол 1023. Енді осы жерде максимально дегеніміз потенциометрдің айналу бұрылысы, максимум бұрылу бұрышы, ол 270 градус. Яғни біз потенциометрді бұрағанда ол 360 градусқа айналмайды, ол максимум 270 градусқа айналады. 0-ден 270 градусқа дейінгі аралықта. Сонда 0 градус дегенімізде 0 деген мән, максимально 270 градусқа бұрағанда ол біздерге Arduinoға ол 1023 деген санды жібереді. Сол біздер осы келіп тұрған 0 мен 1023 деген сандарды пайдалана отырып, оны біздер дейтін, яғни мотордың жылдамдығын айналдыруға, жарықдиодтың жарықтылығын басқаруға, пьезоэлементте звуктардың шығаруына, серво моторды басқаруға сияқты әртүрлі жобаларды қолдануға. Бүгінгі жобамызда біздер потенциометр арқылы жарықдиодтың жарықтылығын қазір басқаратын боламыз. Олай болса, енді потенциометрдің сызылуы. Жалпы потенциометр дегеніміз схемада қалай бекінеді? Ол бізде кедергінің бір түрі болғандықтан оның ұсқыны дәл кедергідегідей келеді, қосылады, және жоғарына үшінші контакты сигналы. Мінекей, мынау біздерде потенциометрдің белгіленуі. Ол қалай қосылады? Қалай қостық? Менде сол жақ контактына былайынан GND-ге қостым. GND минусқа. Шеткі контактына 5 вольтқа қостым. Так, менде сары көрінбейді екен. Так, фиолетовый алайық. Мына контактына мен 5 вольттық тоққа қостым. 5 В. Ал ортасындағы ол менде сигналға барады. Сигнал ол бізде А0. А0. Яғни осы 3 контакт арқылы бізді потенциометріміз қосылады. Енді схеманы түсінікті болса, енді қарайық, программасын қарастырайық. Жарықдиод жинаймыз, программасын қарастырамыз. Quit. Енді қасына жарықдиод жинайық. Жарықдиодым қызыл тұра берсін. Кедергіні аламын. Кедергіні қояйын. Кедергі менде жарықдиодта біз білеміз, ол біздерде 220 омға тең. 220 ом. Омега. 220 ом. Сонымен жарықдиодының минусын минусқа қосамын. Енді мынандай нәрсе. Бұл жерде біздер қаздайтын программалау арқылы жарықдиодтың жарықтылығын деңгейін басқарамыз. Жарықтылық деңгейі біздерде күнделікті өмірде мысалға светодиод, мысалы лампа максималды жанып тұрған кезде, оның негізі жарықтылық деңгейі болады. Arduino'дағы жарықдиодтардың жарықтылық деңгейі максималды 255-ке дейін барады. Яғни 255-ке барды деген сөз жарықтылық деңгейі. Ол біздерде толықтай 5 вольтпен жұмыс жасап тұр деген сөз. Одан ары қарай тағы да үстіне нагрузка, яғни беру, ол жарықдиодқа нагрузка болады. Сондықтан да біздер қазір жарықдиодтың енді жарықтылық деңгейі 0 мен 255-тің арасында реттеу керек болғандықтан, біздер жарықдиодымызды шим портқа қосатын боламыз. Шим портқа, яғни резисторге қосамын. Резистордан жоғары алып. Так, менде қазір төмендетейін.
Так. Шим портқа, мысалы, үшінші портқа қосайын. Сонымен, менде жарықтайтын үшінші портта, шим порт дегеніміз өткен сабақтан білеміз, ол алдында мынандай ерелігі бар порттар. Мінекей 3, 5, 6, 9, 10, 11 деген потенциометрім аналық портта қосылған. Енді программаны талдайық. Так, схеманы былай айналдырып қояйын. Код. Так, программа сіздерге көріну үшін үлкейтейін кішкене. Сосын өзгере ала ма? Так, сәл азайту керек. Сонымен программа. Бізде программаны түсіндірейін. Енді бізде екі элемент қосылған. Біреуі потенциометр, біреуі біздерде жарықтық LED. Так. Сонымен менде екі айнымалы бар. Біреуі потенциометр, екіншісі потенциометр, екіншісі светодиод LED. Потенциометр менде A0-ге қосылған, жарық диодым үшінші портқа, яғни шим портқа қосылған. Енді программа void setup'ты білеміз. Void setup функциясы басталды. Фигуралы жақшаның ашылуы, фигуралы жақшаның жабылуы. Сонымен бірге ода екі команда бар. Pin mode, pod, input. Яғни потенциометр өзіндегі өзгерістің бәрін Arduino'ға беру керек болғандықтан, Arduino қабылдайтын болғандықтан, ондағы режим бізде input режим бар. Ал жарық диодымызды біз білеміз, жарық диод свет жарық жану үшін онда режим output болады. Енді serial begin 9600 деген бар. Жалпы serial begin 9600 деген команда ол дейтін, яғни ақпарат беру жылдамдығы. Яғни Arduino өзіндегі ақпаратты компьютерге, біздің Arduino IDE-ге беру керек. Яғни оны беру үшін оның міндетті түрде ақпарат жылдамдығы. Қандай жылдамдықпен, скоростьпен ақпарат беру қажет. Сол ақпарат беру жылдамдығы 9600 бот деп аталады. Яғни 9600-мыз біздерде ақпараттың жылдамдығы. Бұны біз монитор портта қолданамыз. Енді функция void loop. Біздің циклдік функциямыз void loop басталды, аяқталды. Фигуралы жақшасын қарап аламыз түгел. Енді int pod value. Яғни бұдан нені түсінуге болады? Егерде жоғары жақта біз айнымалыны хабарлауды ұмытып кеткен болсақ, өткен сабағымызда бар, олай болса void loop'тың ішінде хабарлауға болады. Яғни бұны жаттап алу қажет. Сонымен pod value деген айнымалымыз немен жұмыс жасайды? Ол айнымалы потенциометрдің ақпаратымен жұмыс жасайды. Яғни біз потенциометрді бұраған уақытта потенциометр өзінің ақпаратын pod value'ға береді. Оны беретін түсіндіретін нәрсе ол бір ғана тең болады. Ол меншіктеу. Аналог read, яғни podта қандай өзгеріс болып жатыр, pod value сол ақпаратты өзіне алады. Енді бұл жерде мынандай логикалық сұрақ тууы мүмкін. Мен егер pod value'ды қабылдамасам, жазбасам қалай болады? Мен неге pod value'ды айтуым керек? Онда бірден подтың өзімен қолдансам деген сияқты. Подтың өзімен қолдана алмаймыз. Себебі под жай ғана портқа береді, бірақ біз оны ақпаратты алу үшін міндетті түрде қасына аналог read деген команданы жазуымыз керек. Егер аналог read'ті хабарлап жазбайтын болсақ, онда айтын подтың мәні 000 деген тұра береді. Сондықтан да 0 немесе 6, кей жағдайда 14 дегенді көрсетеді. Сондықтан да біздер барлық өзгерісті тез қарапты алып отыру үшін міндетті түрде әрқашан команда айтып отыруымыз керек. Аналог read, аналог порттан оқы деп айтып отыруымыз керек. Енді әлсінәсін аналог read деп жазғаннан көрі, басында оны бір айнымалыға меншіктеп, pod value немесе жаңағыдай pv деп қойсаңыздар болады, немесе просто басқа бір p деген әріппен қойсаңыздар болады. Ары қарай сол айнымалыны қолдана беру болады. Енді біз ақпарат шығару. Ақпарат шығаруда біз serial.print'ті қолданамыз да. Күйге билеп алайық. Мына жақсы күй негізі. Енді serial print. Мына күйді бітпейтін күй екен. Так, сонымен serial print. Pod value. Бірінші, егерде serial print деген функцияның ішінде мынандай екі тырнақшамен тұратын болса, мысалы мына жерде бір жазуды, мысалға да SSS деген болсын да. Сондай кавычкамен тұратын болса, тырнақшамен тұратын болса, ондай жағдайда біздің мына неге монитор портқа Arduino жай ғана осы жазуды жібереді. Мысалға SS немесе біздің жағдайымызда pod value тең болады деген жазу ғана Arduino'ның монитор портына барады. Сосын барып, одан кейін serial print, келесі serial println деген командамен
pod value деп біз жоғарыда int деп хабарлаған айнымалының өзі бар еді. Сонда бұл жерде мынандай нәрсе шығады. Serial print деген жерге pod value, так, бізде ортада не бар, пробел бар, тең болады дейді. Мына pod value'дың ақпарат данные қанша? Мысалға 100 болса, 100 деген шығады. Келесі сөз serial print деп мына println деп танытқан келесі нәрсеміз. Ол ақпаратымыз бұның астына түседі. Қазір print пен println тағы айтып кетемін. Енді жаңа функцияның тағы біреуі бар. Мысалға, мына жерде астын қарайық. Int light level. Яғни жарық деңгейі деген ақпарат хабарлаймын. Енді бұл ақпарат қалай жұмыс жасайды? Бұл ақпарат өте маңызды бір функциямен жұмыс жасайды. Ол функцияның атауы біздерде map деп аталады. Біздер map'ті Google Map'ті білеміз де, карта, яғни белгілі бір орын координатына көрсететін. Сол сияқты map деген, яғни белгілі бір бізге қажетті орынды немесе белгілі бір жиілік диапазонды алуға мүмкіндік беретін функция. Map функциясы қалай жұмыс жасайды? Map функциясы арқылы біз белгілі бір айнымалының ақпаратын жаңа айнымалыға түрлендіріп бере аламыз. Түрлендіріп, яғни егер ештеңе өзгертпесек, біз басқа айнымал алмайық, соны қолдана беруге болады, бірақ біз түрлендіргіміз келеді, себебі түрлендіруге мәжбүрміз. Яғни айтқандағыдай, потенциометр ақпаратты 0 мен максимально 1023-ке дейін ақпарат жібереді. Жарық диодым жану үшін оның жану күші минимальный 0-ден максимальный 255-ке дейін. Сондықтан да біз мына 0 мен 1023-ті 0 мен 255-тің ішіне салуымыз керек. Себебі біз 255-ке егер олай салмайтын болсақ, біз 255-ке қай жерге дейін барып тоқтату керек деп потенциометрді күтіп отыратын едік. Күтіп отырмас үшін бізге былай керек. Максимально басып тастағанда 0 болу керек. Потенциометрді максимально ашып тастаған жағдайда жарық диод максимально жанып, бірақ оның мәні 255 болу керек. Сондықтан да map функциясын қолданамыз. Енді map функциясы қалай жұмыс жасайды? Map жақшаша ашылады, жақшаша жабылады. Жақшаның ішінде бірінші біз түрлендіруіміз қажет айнымалының атауы. Ол менде pod value. Түрлендіруім қажет айнымалы. Екінші, сол айнымалының минимальный мәні. Минимальный мән ол мына pod value'дың минимальный мәні. Сосын осы pod value'дың максимальный мәні. Екеуі де pod value'ға қатысты. Максимальный мәні жазылады. Сосын барып жаңа айнымалы, жарық диодқа қатысты жаңа айнымалы. Жаңа айнымалының минимальный, жаңа айнымалының максимальный мәнін жазамыз. Бізге жаңа айнымалының 0 болғанда 0 болғаны керек, минимальный, максимальный өзгеру керек. Максимальный енді 1023 емес, бұрын 1023 болды. Pod value'дікі. Біз оны неге түсіреміз? 255-ке түсіреміз де, осы 0 мен 255-ті қабылдап отқан ақпараттың барлығын мына light level'ға меншіктейміз. Сонда біздер потенциометрді бұрап атқанда Arduino'ға ол сигнал береді. Arduino ол сигналды оқиды да, оны pod value'ға меншіктейді. Сосын pod value'дан light level map'қа салады да, сол осы диапазонның ішіне кіргізіп, қайтадан өзіне меншіктеп алады. Сосын жаңағыдай serial print light level деп шығарамыз, жарықтың деңгейін шығарып, сонымен бірге ол қандай деңгейде жанып жатқанын шығару үшін serial print light level деген переменныйға, яғни айнымалын шақырамыз. Енді жарық диодтың жану функциясы. Бұрын осыған дейін сабағымызда, 6 сабағымыз бойынша біз жарық диодты қолданғанда оған digital write деген команда бердік. Digital write деген жарық диодқа токты бер, немесе берме. Не 5 вольт, не вообще минимальный 0 вольт бер деген сияқты да, сондай команда болды. Енді бізге олай қажет жоқ. Енді бізге жарық диодтың яркісін басқару үшін оған дейтін 1 вольт болғанда қалай болады, оған ток барса, 2 болса, мысалы 1,5 болса деген сияқты ақпараттарды көру үшін біздер оған шимпортқа сол үшін қостық. Біздер енді шимпортқа қосқандықтан шимпорттың қасиетін ояту үшін оған аналог write деп жазамыз. Яғни digital write емес, аналог write деп жазатын боламыз. Сонымен аналог write, LED, жарық диодым и light level. Light level деген айнымалымыз map'тен қабылдап жатқан ақпарат мәні қанша болады, ол сол мәнді жарық диодқа меншіктейді. Яғни ол жарық диодтың жану көрсеткіші болып саналады. Егер де мынау жаңағыдай 100 болатын болса, ол онда жарық диодқа 100 бен жан деген команда береді. Ол мысалға ортадағы тусклы күйде болуы мүмкін. Егер төменге ауыстырса, онда жарық диодқа 0 деген, яғни 0 мен жан. 0 мен жан деген сөз ток жоқ, яғни өшіп қалды. Немесе максимально 1023 болса, pod value. Ал оны map оны 255-ке айналдырады да, жарық диодқа 255 деген команда береді. Енді serial print пен ln'ның айырмашылығы қандай? Print пен printl'ның айырмашылығы.
ln деген line, линия деген сөздің қысқартылғаны. Сонда serial print деген prinттің өзі, serial println деген сөз, serial print line деген сөз. Line деген яғни линия. Егер де serial printке мысалға біздер A деген ақпаратты алғымыз келсе, serial print ақпаратты былай шығарады. A деп шығара береді. Ал serial println деген ln деген әр ақпаратты жаңа линиядан шығарады. Деп төменге шығарады. Сондықтан да бізге былай керек. Бір A деген ақпараттың тең боладымен шығып, жаңа бір айнымалының B деген шығып, содан кейінгі айнымал қайттан түскені керек. Сондықтан да ондай нәрсені көрсету үшін serial print деген команда берілгенде ол келесі, бұл мынадан кейінгі келесі ақпараттан қайда шығу керек деген айтып тұрады. Pod value'дан кейінгі ақпарат себебі оның алдында print болғандықтан өзінің қасынан шығу керек. Енді pod value'дың цифрлық мәні шыққаннан кейінгі келесі ақпарат ол ln мен жазылғандықтан ол оның астына түсу керек. Сонда дейтін бір сөз мәні астына түседі де қайттан тағы бір сөз оның мәні сөйтіп бірінің астына бір солай кетеді. Сонда ол біздер print пен println'ды осы арқылы басқарамыз. Олай болса тексеріп қарайық. Quit. Так. Start simulation. Мінекей, потенциометрім, мына start simulation басталды. Менде потенциометр 0-де тұр, жарық өтім өшіп тұр. Қазір мен потенциометрді айналдырайын. Мінекей, айналдырып жатырмын. Айналдырайын. Мінекей, ортаға келді. Жоғарыға қарай алып келе жатырмын. Яғни бұл максимальный жанғандағысын көрсетеді. Енді неден симулятордан дәл көрінбеуі мүмкін, бірақ соны олдайды. Енді монитор порт, serial монитор ашық. Міне, LED value, pod value деген ақпараттар шығып жатыр. Енді кішкене бұл ақпаратты тоқтатып көру үшін мына жерге біздер дейтін delay командасын қоссақ болады. Яғни екі ақпарат шыққаннан кейін мына жерге нүктелі тұр, enter, delay, мысалға 200 миллисекунд ұстап тұрады, сол ақпаратты көрсетіп, содан кейін барып келесі жаңа ақпарат күтетіндей болады. Start simulation. Басталды. Serial монитор. Міне, pod value 798, LED value 198. Яғни қазіргі сәтте жарықты 198 деген ақпаратпен жүрді. Потенциометрді максимальныйға көтеремін. Pod value 1023 болғанда LED level, яғни map функциясы оны 255-ке. Ортаға алып келейін. Дәл ортаға алып келдім. Pod value менде 511, LED value сол кезде 127. Яғни мына жарық диодым менде 127 деген көрсеткішпен жанып тұрғандағысы. Минимальныйға түсірем. Pod value менде 0, LED level, яғни ол да 0. Сәйкесінше менде жарық диодым өшіп тұр. Так, олай болса, достар, бүгінгі 7-ші сабағымыз осымен аяқталды. Бүгінгі сабақта сіздерге жаңадан келген ақпарат ол serial begin, ақпаратты монитор портқа шығару. Екінші жаңа ақпарат ол map функциясы, яғни map функциясы арқылы белгілі бір айнымалының диапазонынан жаңа диапазонды қалай алуға болады. Яғни map арқылы кез келген. Міндетті түрде mapта 0-де 0 болу міндетті емес. Мысалы, сізде бірінші функцияң минимальный 0 болса, екінші функцияң минимальный, мысалға, сізге айтын 0 емес, 100-ден бастау керек болса, 100-255 десеңіз, онда потенциометрді 0-ге құлатқанда оның минимальный мәні 100 болып тұрады. Сөйтіп, кез келген айнымалы аралықтарды алуға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.